Наурызбектің орындауында Балқы базардың сөзіне шығарған Оразбай жыраудың термесі. Әлі сенде арман жоқ, табылған сөзді жалған жоқ. Басыда жұмыр пендесін жаратқан жалғыз бір Құдай, не гүлерге салған жоқ. Азу түсі ақсиған, ақмұралдай қақсиған, екі көзі сүзілген маржандай тізі тізілген. Келімі келген кермек сағағынан үзілген, белгілі ару қор болып кімдерден кейін қалған жоқ. Жауды көрсе сайланған, топты көрсе айланған, қырымнан қиқу таянса шабуға соны ойланған. Сол сықылды ер жігіт жалғыз оққа жолығып, жолықса көңіл торығып, астына мінген аз бедеу аясы толмай зорығып, кеудесіне көкшін құлады үймелеп, бойдан қырға кеудесін көкшіл бүре сүйрелеп. Сол сықылды ерлердің нешеуінің кеудесі құбашонда қалған жоқ. Қос құлағы тігілген жонастаудай бүгілген, қырымнан қиқу таянса құлағын жұттап үңілген. Жауырын жазық тақтайдай, жалы жұмсақ мақтадай, ойдық желке кекшіл бас, құлжа мойын аз бедеу, қазығында сайланып, ісі теріске айланып, күнде біткен ерлердің нешеуінен қалған жоқ. Сол шындау жігіттер ішелікте кейлік, қызықты дәурен сүрелік, мынау пәни сұм жарған күндерден кейін қалған жоқ. Адам болса кеуілінде болмай қалмайды бір арман, екіде жақсау бас қоста іштегі шерін шығарған. Мал жұтамайды қыс күні қара түлей шұбардан, ердің жолын тәңірашша адаспас қара тұманнан. Қайырып салсаң қалың қол аң кетпейді қыраннан. Аш күзендей бүгілтер алтай шалған құмарлан, тоқталамын жел сөздің мендесіне іркіліп, мен тайымда оздым құнаннан. Құнағанымда озғамын жетіде жасар жуаннан, әттен дүниесім жалған. Батырдан өтіп барасын ала байрақ туалған, баруынан өтіп барасын алқаланған жер болса, атандайын алшаңдап ақ білегін сыбанған. Шешенің өтіп барасын жүзден озған суырылып, жүйрік аттай шұбалған. Тәңірі қосқан жолдасы жаман бұзау жігіттің жатқада бояу сыналған. Талапты ерге тап болар ардақты дана ару жару талшыбықтая бұралған. Халық сөзіне шығарылған Наурызбектің өз әуені мен өз термесі тиеді ел пайдасы сасқан жерде. Дүния жеткермейді ойласаң да, жақсының қылық артықы ойласаң да, ақаудың түшірік ас болмайды, көктемде дәмнәлбе шайнасаң да. Баласы құладының қазілмейді, алтыннан тұғыр салып байласаң да. Шын тұлбарды бір шықса шыдамайды, тас қылып төрт аяғын байласаң да. Жақсыға бітсе дәулет бағайладар, жаманға дәулет бітсе ауайладар. Басына ер жігіттің іс түскенде арасы
sonda abайланыр. Тиеді ер пайда сасқан жерде, жаңылып келе тегін басқан жерде. Жаманға жасатаймысың сөз жабысып қалады екен аспан жерге. Тар жерде қолдың ұшын бергенді айтшы, екінің бір мырза сасқан жерде. Басыңа қиын қыстау түскенін білерсің, досың қалмай қашқан жерде. Ендігі айтатыным мынау, әлбетте біздің қазақ халқының жыраулары бірінші барғанда топта ән салып, шырқап, ортадағы отырған адамдардың әдеп көңілін алып, өзіне қарату үшін ән салады ғой. Иә. Сонда біздің қазақ халқында жыраулар көп еткен, мынау енді Жұмабай дегенде әнші болған. Жұмабай жырау. Иә, осының сөзі де өзінікі, әні де өзінікі деп тартады халық арасында. Жұмабай жыраудың әні ғой сонда. Жұмабай жыраудың әні, сөзі де өзінікі сол. Хат жаздым ақ қағазға, ясы зілдіріп құрбыға сөз сөйлейін, дізілдіріп отырсаң осындайда мәслихатпен, шіркіннің екі ай көздері сүзілдіріп. Көрінер сұлу жирені жарағандай, шаштары гүл-гүл жанады, тарағандай орныңдан аңсағаннан тұрмас едің, мойынды ұра тастап қарағандай. Шарқырап алтын сырғаңа құлағыңдай, жайқалған жасыл гүлдің құрағыңдай, кереліп ақ төсіңде тұрсаң жайып, арқаның ойнақ шығып құлағыңдай. Әлбетте енді халықтың ортасында бірдей ән сала беруде емес, соның ішінде төгілтіп, терме айтып, халықты өзіңе қаратып отыруың да лазым ғой. Әрине. Сол үшін мынау енді Құдай берген жырау деген өтті осы Мойнақ қаласында. Ол кісі де жақсы айтып өтті. Соның термесі әуенді өзінікі. Жақсы болса ағаңыз, көкірегің басылмас, жаман болса ініңіз, күнде думан ашылмас, жаман болса қызың қор, еңбегің кеште дүзің сор, жаман болса келінің ауыл қылмайды ауылды, туғызар күнде дауылды, ақылсыз туған жаманнан ақылды дұшпан тәуірді, қала болса ауылың сен, ағайдың сенің жау болар, ауылың күнде дау болар, ақылсыз туған жаманнан ақылды туған жатартып, тұялатын жеріңнен баянды болса батартып, баянды болып тап болса бәрінен де тай жақсы, дөңгелдегі шөлдерден сулы болса сай жақсы, біз бармен базар кетейік қолға түспе қай жақсы. Жақсы
болса бір жігіт үйінің бабын табады, үйінің бабын таппасын бір ауылға жағады, бір ауылға жаққансын бүкіл келген жағады, бүкіл келген жаққансын қатиядан құр болмас, алтын мен күміс бір болмас, жер астына алтынды көміпте қойып қарашы, баяғы алтын кір болмас. Ақылы бар жігіттер сол алтынға мексейді, ақылы жоқ жігіттер етегін ашып жүргенмен өзі күн жөндейді, өзі жұртқа сенбейді. Соларды кімдер жөндейді? Жақсы болса әйелің жуабы жақсы болады, тәтті болар тағамы, сол секілді сабаздың күтулі болады адамы. Әбубәкірдің сөзі, әуені Жаңабергендікі, орындаушы Наурызбек. Бұл жалғанда бір білік, көрмегенге нанбаған, екіде достың арасын айырады оңбаған. Жалаң аяқ қулар көп ішіңе кіріп, досыңды өтірік айтып алдаған. Жақсыда жолдас сол болар, шашпай сырғын жинаған. Көршінің қоғам болғаны, ауылдың барын жинаған. Баланың асыл болғаны, ата-анасын сыйлаған. Ерін сапсыз болғаны, жастағы жеңіл мінезін қартайғанша қоймаған. Бұл сөзімді шеттемейді, ақылға жетік мейлі адам. Мейлі адамның белгісі сөзді шықпайды шашауға, негізі жаман жасықты қайта болмайды жасауға. Жамандарды үйрету салғандай құрға сауға, асылдың ізде нәсілі басыңды әуелі қосарға. Ер асылын табалмай басыңды қоссаң осалға, басыңа қиын үсті жертіп басын қашарға. Үйрімсіздің малдары далаға қарап қашады, айдап та салсаң жасанға. Жігерін қайтат күн болып өтінен шайсаң нашарға, алды артын ойламай ер азамат сасар ма? Асыл туған атадан досынды жауға сатар ма? Ағайынның жаманы алдыңа түсіп бас болмас, артыңа түсіп дос болмас. Ойлағаны қараңғы, көңілі оның қош болмас. Аллада берсе мал мен бақ, тәңірім берсе қор болмас. Басыда бұлақ болмаса, аяғы шалқар қол болмас. Ұры қары жиылып, ұйытқылы ел болмас. Жабыдамын сен қадірлеп, бәйгеден келген кер болмас. Алла артық жаратты, арыстандай шер болмас. Барлық жолды жиылып астондағы ай болмас. Айдың нұры балқыған, сарғайып атқан таң болмас. Құдай қымбат еткен жан қойға салсаң да қор болмас. Құдай нашар кеткен жан бәйгеде шауып туалмас. Негізі жаман жасықтар атаның жолын қуалмас. Қарға таранып, мамырлап ұшқан қаз болмас. Қалыбынан айырылып жетесі жаман міс болмас. Аяққа шылғау кеткен мен асыл жібек бөз болмас. Қисықтарды түзеткен қыңырайған тез болмас. Алпыста бала ата деп алдыңа түсіп бастаса, маңдайыңдағы көз болмас. Тиянағы болмаса мағаналы сөз болмас. Достарыңа сыр сөйле, сонда да саған аз қалмас. Тура келген азамат кезі келсе сыйлақ балы, дүния бойы айлады бұлғида саған кез болмаса. Жаңабергеннің ізінде сөзі қалмаған, бірақ әні, дыбыстары, терме айту, төгілтіп айтқан төкпе жырларының дыбыстары қалған. Әуендері дейсіз. Әуендері, дыбыстары қалған. Бірақ оның енді сөздерін Жаңабергеннің сөз еттеген естіген жоқпын. Жатталып, бұлай осы күнге дейін жетпей қалған ғой. Иә, мына әндерді бұлай қылып дәріппейді. Жаңаберген жас уақытында әнші, дыбысы жақсы болған, сонда үйленетін уақыттарында
Қызалам деген уақыттарында әкесі айтқан екен, жаңа берген деген атаққа шықтың, мен саған кедей адаммын, мал беріп қыз алып беретін күшім жоқ. Ол заманда енді мал бермесе қыз бермейді ғой. Не болса да өзіңнің осы әніңменен жаңа бергендігіңмен аласың депті ғой. Сонда барып бір тойда жырлайын деп отырғанда жеңшесін айтыпты ғой енді. Осы нақ қызып бір ән салайын, сол әнімде сен осы қасыңдағы қызды, ай, шіркін ай, осындай жігіт сүйсең арманың бар ма деп бір ауыз айтқайсың жеңше. Әйтеуір бүгінгі бәйгім сенікі болсын деген екен. Сөйтіп жаңа бергеннің қыз алған әуен деп осыны қалып дәріптейді енді. Сонда ол әке кешіріңіз. Бұл сонда сол әнді айтқан кезде жаңа бергеннің бүкіл өн бойындағы бір өнері, сұлулығы көрінетін болғаны ғой. Осы әннен. Әбден өзі балқып қызған уақытында. Жайықтың ақ түлкісі аралдағы, алдымнан сіздер шыққан маралдағы, формына төңкерлі жайдым қанат, шарықтап ақиықтая оралдағы. Ертістің құбатары секілденіп, алдымнан шықмайсың бұралдағы. Қызыл гүл сөздер болсаң гүл бақшада, біз бұлбұл құйын шөрткен ирандағы. Қияның қиында тұрсаңдағы, қиғаштап қанатымды қонамдағы. Абубәкірдің термесі, дыбысы халық термесімен орындалады. Жердің десені айдың көл, ішінен суын суарса, үйрек ұшып қазғонбас, зауданда менен саратан, күн жүлінбай жаз болмас, шөптіңді басы гүлденбей, шантайда келген боз болмас, білгенімді көпшілік айтпайда кетсем жарамас, жаманда адам белгісі, қайда барса болады ит жегенде арамас, негізінде бұзық бар айтқандай сөзді тыңдамас, жапалақ болса бақшаға бұлбұлдай болып сайрамас, мың жапалақ жиылып бір бұлбұлдай болалмас, атбасына күн туса ауыздықпенен су ұшып, еркінде малтым жұталмас, ер басына күн туса етігіменен су көшіп емін еркін жүре алмас. Насиқат деп ойланар, бұл сөзімді ескерген, ақылсыздың белгісі, пайдасын айтсаң қас көрген, қасақылдың белгісі, өзі де біліп тұрса да ұнаған сөзді қош көрген. Сақилықтың белгісі, қонаққа тынбай ас берген, үрметсіз өткен өмірден ұйқыда көрген түс артық, жаңбырсыз өткен жазыңнан жайлы өткен қыс артық, сыйласаң маған досыңнан осындайда кездескен танымайтын кісі артық, сипаты бірдей болғанмен ерден де ердің күші артық, жыртықта болса қара шүй, тәтті де болса тағамы, күтулі болса адамы ақ ордадан үш артық. Осы сөзім бекер ме? Жалғыз сырын жаясаң, құста
sormadım şekerge, köbekende kömegim kökürөгүңдү көтөрме. 40 мыңға топ болып, жекеде туған сұңқардың төгіне залал етерме. Кейде орынды сөзді айтпасаң, ақын кетеді есерге. Ат мінгеннен не пайда, түгі қызыл жалызын, жар сүйгеннен не пайда, ақылы келте шашылдың. Досыңа жаман сөйлеме, топырақтан болды негізің. Достыңа қатты тимесін, аузыңнан шыққан лебізің. Енді Мұхит деген кісі де әнші болған. Қарипулла да көп айтып көп әндері. Негізінде оның айтылмаған бір дыбыстары да бар. Біздің елге көп тараған. Мынау Мұхит Салмын деген өзінің қартайғанда салған. Сұрасаң менің атыма Мұхит Салмын қадыр білер қояу шекер балмын қалыпқа пайдамда жоғау сәлелім жоқ тегіме қарап жүрген мен бір жамын Жақсы да жүріп, жаман да жүріп, шаруа малын жинап, амалдап жүріп, алаштан ән ұздырғаны Мұхит өріңі, қоңгытып борбайнаны шабандап жүріп. Әкемен барып айтыңдар, Мысыр елдің уәзірі, кешегі Жүсіп жас балаң. Осы Қоңыратта жақсылық дейтін жырау өтті. Өте айтқыш болды. Терминологысы көп айтпайды еді, ән, мынау ертек жақсы айтатын еді. Соның енді өзінің сол кісінің дыбысы менен халық термесінен бір терме орындап берейін. Алыстан айқын көрінген жылқы малдың арасы, азғана оттап жусай жылқының бар дейді сарасы. Жарғылықтың көрінер, я жарлының мұласы, я жалғылдың мұласы, жағаға жамау енгені, жарылықтың санасы, жағаға қолдың тигені, жалғылдықтың санасы, жарлы болар жігіттің, қотыр өлі дейді, бұзаумен баспақ танасы, жалғыз болар жігіттің, ізіне ермейді баласы, құбылып тұрған күнделер, түнеріп тұрған түнделер, ағып жатқан суделер, ұшып жүрген қуделер, қысырдың қызыл тайындай, ақылымсып өскен қызделер, тыңдауы дұрыс болмаса, айтылған алтын сөзделер, тіршілікте шалықта адамға адам кез келер. Ақылсыздың белгісі көлденең кесе сөз көрер, күн өлгеннің белгісі қызарып күннің батқаны, түн өлгеннің белгісі сарғайып таңның атқаны, су өлгеннің белгісі 3 ай 90 болғанда үстіне адам мінгізіп тарсасынан қатқаны, өлгеннің
белгісі бір мергенге кездесіп астынан мылтық атқаны қан өлгеннің белгісі тағынан түсіп қалғаны қыз өлгеннің белгісі қызылдау алып басынан ақ жаулықты салғаны бір үйден шығып бір үйге өз еркіменен барғаны ойлап келіп қарасаң оу сөзімнің бар ма жалғаның мына онда дыбысы менің нағашым Оразбай жыраудікі, сөзі Құдайберген жыраудың сөзі 25 деген термен орындап берейін. Жиырма бесте шайтандайсың, бар жоқты еш уақытта ойламайсың. Көрінсе қыз келіншек әзілдесіп үйімде шаруам бар деп ойламайсың. Жүресің қонышатын жастықпенен, еш нәрсе ойламайсың мастықпенен. Дүнияға тұтта болған пенде бар ма, дүнияны құлпың кім бар аштық деген. 20-25-те өтер бір күн, 35-40 жетер бір күн жасы бар. Бөліп қойған дүркін, бір күні бетін басы бар, жақындайтын, итеріп тастап кетіп, дүния шіркін. 50-60 келер басы аяқ, қолыңы ұстатат дейді бірақ таяқ. Әнекей дұрыс берсең сонда керек, басыңа әл кеткенде жағар шырақ жетпіспен. 80 келер басы аяқ, ол күнде ақыл менен қуат қалмас. Сол күнде сені бағып тәрбиелейтін денеңді шықса бала өткіре алмас. 90-нан асқаннан соң 100-ге жетіп сөйлейсің әр нәрсені есің кетіп, егерде дұрыс бала туған болса өлгенде өмір сені қызмет етіп адамды. Құмыр жасы 100 жас екен, адам жоқ бірақ 100-ге өлген жетіп, сонымен барластырсақ бұл дүнияны басыңнан сөйтіп жүріп көтеріп кетіп, жаңағы перзентіңіз болмай қалса, мысалы айбалтаңыз болған кетік.